WhatsApp-ыңызға бір кесе шай жіберейін ба? Не ғой? Ана бір оққан училищеде қыздар WhatsApp-тан группа ашыпты. Соған неше жылдан бері бір-бірімізді көрмеген арқа-жарқа болып жатырмыз. Міне. Мына қыздар ғана мен сені алып қашатын концерті болып па еді? Менен кейін шықты ғой. Онда концерт соңына дейін күту керек еді ғой. Мынау Айгүл Иманбаева ма? Иә, менімен бірге оқыды ғой. Бүкіл жұлдыздармен оқыпсыз ғой, ма? Ой, қазір ғой оның жұлдыз болып жүргені. Кезінде ананы көрсетші, мынаны көрсетші деп мен соңынан жүгіріп жүретін еді. Училище бітіргеннен кейін олар өнердің соңынан кетті, мен сенің әкеңнің соңынан кеттім. Шымкентке келін болуға. Бағың бар ғой сенің. Таңғы астан кейін тағы бір ұйқы керек болып тұр ғой, ә? Кіммен сөйлесіп жатсың? Бір қызбен. Кіммен? Ой, бір қызбен сені сүйем, жақсы көрем деп отыр. Кім ол тағы? Мамамен сөйлесіп жатыр екенсің ғой. Айтпайсың ба енді? Есет, мені құттықтап қойсаң болады. Мынау не? Енді үйде отырып менің ішім пысқан жоқ па? Сондықтан ертеңнен бастап мен шугарингпен айналысам. Осы құралайдың бір нәрсе бастайым дегені? Есет саған маза жоқ дегені. Йога, массаж, тағы немен айналысып еді? Майкап. Соның қызығушылығы бар ғой, біздің несе сияқты. Соңында мен ғана қиналам. Жүгір, ой. Сәлем, Майра. Таныдың ба? Мен ғой Рахымбаева Фарида. Қалың қалай? Нағып маған жекеге жазып жатыр, группаға жазбай. Сәлем, Фарида. Мен жақсымын, өздерің қалайсыңдар? Алматыда тұрып жатырмын отбасымменен. Бір ұл, бір қызым бар. Өздерінде не жаңалық? Рахымбаева Фарида деген менің студент кезіндегі құрбым. Құрбым болғанда қалай екеуміз үнемі бәсекелесіп жүретінбіз. Енді мен ылғи бірінші орында жүрем ғой концертте, содан аздап көре алмайтын бар еді. Қазір міне филармонияның директорымын дейді. Шетел сахналарында ән салады екен. Кім білет? Егер кезінде менде тұрмысқа шықпай өнер жолын қуалағанында Фариданың орнында мен болар едім. Алматының қақ ортасында 4 этажды үйіміз бар. Ұлым мен келінім шетелде оқуда. Күйеу бала мен қызымның тур фирмасы бар. Сол ғой енді күн көріс. Өзім өнер жолында емеспін. Жеке кәсібім бар. Дизайнермін. Ойбай, Фарида Европада ән салып жүрмін десе, мен сахнаға әлі оқу бітіргелі бір шыққан жоқпын деп қалай айтам? Білем ғой мен Фариданы қазір бүкіл группаға айтып мені аймаңдай қылады. Өнер жолында болғымақ келіп еді, енді мынау отағасы не айтады, сол болады ғой. Ол кісі мына алтын шығаратын үлкен компанияның бастығы. Бос күлкі, жарқ шұртты жақтырмайтын сондай салмақты кісі.
Ой, ойында басың қалсын, ойында басың қалғыр. Ертеңіне кешке дейін сен-ақ жалықпайды екенсің осы. Отырсын қараш кішкентай бала ұқсап, адам нервісіне тиіп, сен-ақ құртып болдың ау. Гол! Ой, голда басың қалсын, голда басың қалғыр. Негізі Майра менің приставка ойнап жатқаныма ренжіп жатқан жоқ. Ол анау группаластары сияқты жолы болмай, кімнен не үшін аларын білмей жүр. Әпсі мен бала емеспін ғой. Бала деген мировой класты 3-нөл қылып жеңе ме? Бесет, маған қолыңды берші. Клиент келмей тұрып, кішкене шугаринг жасап үйренейін саған. Қой айналайын, осы уақытқа дейін жасағандар жетеді. Баш патияға барып жаса. Бесет, сен өзіңді ғана ойламасаңшы, сосын ертең мен ғой ятқа қалатын. Мен ятқа қалмайын ба сонда? Бесет, бір қолыңа ғана жасайықшы. Маған инстаграмда жарнама керек. Қой айналайын, маған инстаграм туралы айтпай қой. Сосын жүр дейсің ғой ертең, жұрттың бәрі. Есеттің әйел шашын жұлып қолына береді. Жасамайсың. Мам, кәдімгідей WhatsApp-қа кіріп кеттісіз ғой. Давайте сізге шугаринг жасайық. Тұра тұрш, қабаттаспай, қайдағы шугаринг? Одан да Есет екеуінің әдемі түскен суреттерің бар ма? Берш, группаға жіберейін. Ана жолы неде? Тойда түскен бірге суретіміз бар. Керек емес. WhatsApp-пен жіберем қазір. Керек емес деймін, онда Жомарт компанияның бастығына ұқсамайды. Сендер де бір турфирмасы жоқ адам ұқсап дұрыстап түспейсіңдер ма суретке? Қайдағы турфирма? Не айтылатыз? Енді бәрі мақтанып жатқасын, мен де сендерді Есет екеуінің турфирмасы бар деп кішкене асыра сілтеп мақтап жіберген ғой. Мам, ұялмайсыз ба? Құдай біледі, өздері де Европада емес, Ыстықкөлде ән салып жүрген шығар. Ей, мама. Арасында маманы өстіп асыра сілтеп жіберетіні баршы. Маған бір рет смартфон сатып алып беріп, мама құрбыларына тура президенттікіндей деп айтқан. Мам, хотя бы бір қолыңызға жасайықшы шугаринг. Құрсын керек емес, не пәле мынау? Кім ол? Қалай жүретін мынаны? Фарида ғой, группаласын. Видеомен звонить етіп жатыр. Енді алсаңызшы. Қалай алам мен? Үйіміз шіріген байдың үйіне ұқсамаса. Одан да голосовоймен жіберейін қазір. Фаридош, ренжіме жаным, қолым босамай жатыр. Өзім хабарласам сосын, е? Үйдің ішіне ремонт жасау керек. Сосын келесі жылы өзім асықпай видеомен сөйлесем ғой Фаридамен. Мен мына группадан өшіре салшы. Мам, қазір жауап бермесеңіз, сосын сізге ұят болады. Бірақ шынымен, қазір звонить етпесем мен өтірік екенін біліп қояды. Не істесем екен, Әлде көршінің үйіне барып сөйлесіп келейін ба? Так, басаймыз. Тишина, на площадке деймін. Кіге қайлап атсың? Енді кинода солай түсіреді ғой. Так, Есет, свет. Ой, түсіріп атқанымыз видео звонок емес пе? Аватар түсіріп атқандай деп дайындалып отырсыз ғой. Тыныш. Грим, законченный. Так, Майра, кішкене эмоцияң жарайды. Сөйлей бермеш, түсір бол. Түсіріп атсың ба? Мотор идет. Түсірді ба? Әкел. Өшір мұнаны, арттағы абойды көрмей тұрсың ба? Тұр жаман. Так, қазір базарға барып абой алып келу керек. 1, 2, 3 жетеді. Сен барып базарға абой алып кеш, құралай. Жомарт, сен видео операторларға барып кел. Как раз абой жапсырып болан дегенше сен де үлгересің. Менде Ақан Сатаевтың нөмірі бар, шақырайын ба? Келсе келе берсін, шақыр. Сендерің денлерің сау ма? Сатайым емес? Жап-жақсы абой ғой мынау. Енді мен сені компанияның бастығы деп айттым ғой, қалай көрсетем ананы? Енді абой шығаратын компанияның бастығы демеген шығарсың. Майра. Не? Менде бір ой бар. Жүрші Испанияға. Не? Енді абой нашар деп жатсыңдар ғой. Жүріңдер Испанияға. Мынауда қоймады ғой, қайта-қайта видеомен сөйлесек деп, керек емес кезде. Керемет болса баяғыда тайрақ үйленгенде звондамай ма? Видеомен армансыз сөйлесетін. Мына үйді де күшті қылып қойып едік ремонттап. Тұра тұр. Қазір.
Al, kire berdi. Майра, кіреміз. Қалай? Мә, қатық қойсын ғой. Көрдің бе? Ешқандай ремонттың керегі жоқ. Мәселе қай жерде түсіруде. Дайынсың ба? Түсірш бол. Керек емес, оны кім көріп аттым? Алып кет мынаңды, мә. Көреміз? Түсір. Тоқта. Дұрыс па? Қалай түсіргенсің, мұнан быттыйтып. Қалай көрсем мұнан мен. Кетші бәр, қолымнан дым келмейді. Құралай. Мүмкін сен сөйлесесің видеозвонокпен, а? 30 жыл болды ғой, олар көрген жоқ мені. Көп болса ойлап қала студент кезден түк өзгермепті деп. Мама, телефонды аласта сәл жоғарыдан өстіп түсірсеңіз арық болып көрінесіз. Әлеуметтік желідегі әдістерім ғой. Бәсе, көріспестен бұрын екеуміз әлеуметтік желімен ұзақ уақыт сөйлесіп едік қой. Не істеп тұрсыңдар сендер? Істейтін шаруаларың жоқ па? Бар кетіңдер, естіп. Бардаш бар. Әкешім, сізге шугаринг жасайықшы. Енді мен ол шугаринг дегенді қойып кеттім ғой. 2 рет кодирование жасаған білесің ғой. Жоқ, ондай емес. Шугаринг деген бірде бір шаш қалдырмай тазалау ғой. Міне мынандай. Әке, енді клиент келмей тұр, кішкене былай дайындалмайын ба? Бергізші қолыңызды. Дайындалу керек дейсің бе? Жарайды, онда қалай болады енді бұл? Қолыңызды. Майра 32 жыл бекер отырмай. Шугарингпен айналысқан екен ғой. Қолым мұздап кетті қызым, суық екен. Сосын ауырмай ма? Қорқпаңыз, түк сезбей қаласыз. Қорқып отырған жоқпын ғой. Ойын ойнайсың қолым ба? Әке, бәрі жақсы болады. Алло, Фаридош. Қалың қалай, аманбысың? Қалайсың, Майра? Мәссаған көрсегел көп болды. Өзгермепсің ғой? Құдай-ау, өзгермегенде енді көріспегенімізге 30-ақ жыл ғой. Фаридош, ренжімеші, мен мына үй күйіммен жүрмін. Тек уақыт болған кезде сенімен сөйлесіп алайын дегенім ғой. Қалайсың, не істеп жатсың? Қайдасың? Жақсымын, Майра. Мен қазір Мадридте демалып жатырмын. Білесің бе, студент кезімізде Парижде ән саламыз деп армандап едік қой. Бұйырса ертең сол арманым орындалады. Кезінде сен жұлдыз болады деуші едің. Күйеуге шығып сахнаны тастарсың ғой. Енді сендер адам болсын деп мен ертерек байға тиіп кеттім ғой, сендердің нандарын жемейін деп. Бұғатын нағып менімен қатты сөйлескісі келіп қалды десем, кімге мақтанарын білмей жүр екен ғой. Мені тіптен әнші болмадың деп өзінше аяп қояды. Бұт! Айтпақшы, Мадрид қалай, өзгеріп па? Мен бармағалы ол жаққа бір 3-4 ай болып қалды ау. Мадрид орында, ой, Майра. Алматы қалай? Өз отбасыңды, үйіңді көрсетпедің бе? Олар үйде бола бермейді ылғи. Қазір мына Дубайда достарымыздың үйінде қонақта отыр. Бұйырса мен де 1-2 сағатта сол жақта болып қалам. Қазақстанға келіп жатса, реті келсе таныстырам ғой сен менен. Не болды ойбай? Ай, қолым ай. Папаға шугаринг жасаған, келін дұрыс шаққан жоқпын. Қайтадан істейікші. Құралай, қойш, батяның мазасын ала бермей. Бірінші бардан ақ төске шугаринг жасап үйрену ал. Ой, қолым ай. Майра, тыныштық па? Мынауың Дубай ма? Майра, сабыр. Сендердің өздерің естерің дұрыс па? Адамды ұятқа қалдырып. Айттым ғой мен видеозвонокпен сөйлесем деп. Айғыз, ана шугаринг-бугаринг басқа күнге істеуге болмайтын беді. Ой, шашың жұлыңғыр. Адамды қарабет қылып. Қастап жинаған абыройым челектеп төктіңдер ғой. Сендерге бар ғой, сенуге болмайды, оңбайсыңдар. Құрт анауыңды. Оңбағандар.
Сендер ауырмай тебедіңдер ғой. Жеше. Сіз сұрап отыр дегеннен кейін жап-жаңа обой алып келдім сізге. Кетші көзіме көрмей, абойыңмен қоса қыл. Хотя бы көрмедіңіз бе? Ашып. Осы сізге не істесең де жақпайсың. Жешеме не болған? Саған ренжіп қалды. Неге ренжиді маған? Кесерші бұра. Жошикті ал қолыңа. Мен қазір реалмен сені шугаринг жасап жүрейін. Болды, әңгімесі жоқ. Бірақ бұның бәріне мен ғой, тек кінәлі. Қазір барам да, мамадан кешірім сұрайым. Құралай, егер кетіндер де болса кете берейікші. Ойлап тұрсам ой дүние, жолақ екен ай, адам деген бұл өмірге қонақ екен ай, арман ай. Мам, кешіріңізші. Сізді ұятқа қалдырдым. Бұлай болады деп ойлаған жоқ едім. Құралай, мені WhatsApp-тан өшіріп тасташы. Сосын мына телефонды мүлдем өшірші. Қазір әтпесе анау келіп мазамды алады қайта-қайта звондап. Ой, дүние-ай. Кезінде бәрі мені үлгі қылып ән айтуды менен үйренушеді. Қазір Париждің сахнасында ән салып жүр. Менің отырысым мынау. Тіптен ауылдың сахнасына да шықпай кеттім. Өтеді ай дүние ой, жалған ай. Папа, Ау, маманың көңіл-күйі жоқ сияқты ғой. қазір осы жеңісімді мамаңа арнайым, сосын көңіл көтерілетін болады. Жүге мына ойыныңызды көрсе бар ғой, мүлдем араласпай кетеді ғой сізбен. Бірде-бір момент болмады ғой. Мінеге, Месси, авиалы, гол! Ой, шугарингтен мен қолым ауырып қапты. Не қыла бермеңізші, жүге. Шынымен. Айтпақшы, кешке арнайы ас жасап маманың көңілін алайықшы, пап. Сіздің фирменный тамағыңыз бар емес па? Соны жемегелі көп болды. Фирменный тамақты айтасың ба? Мейлі, онда мен сендерге көрсетейін. Қалай тамақ жасау керектігін. Жүге ойнап кетпедік пе до конца? Жүге. Алло, Майра, неге группадан шығып кеттің? Ал шықтым. Не, мені мазақ қылу үшін звондап тұрсың ба? Я жұлдыз емеспін. Күйеуінде бастық емес, жай асаба. Күйеу баламен қызымында турфирмасы жоқ. Сен сияқты бай емес бізден, не істейсің? Жоға, қайда мазақ қылған? Арамыздағы ең бай сенсің ғой. Менің атағымнан басқа ештеңе жоқ. Ал сенің отбасың бар, байлық деген сол емес па? Сен маған емес, мен саған қызығам. Ай, Фарида, енді мына ұлым менен келінімнің шетелде оқып атқаны рас, оны шын айттым. Қалайсың, қызау? Я, айта бер, тыңдап тұрмын. Жүге, мына сіздің тамағыңыздан кейін бар ғой, ауруханадан бірақ шықпайық. Ауруханасы десең, қайда осы тамақ жеп көргеннен кейін? Құралай мен Майраны кухняға жолатпайтын боласыңдар.
Осыдан бар ғой тамағыңыз тәтті болмасын. Ана, приставканы бір аптаға үйге алып кетем. Приставканы алып кеткеніңіз? Есетпен құралайын деп ойнайды, іштеріп сады ғой. Маған ғой бәрі бұл. Есетпен құралай. Ура! Давай саған шугаринг жасайық. Қой. Жасайықшы. Қойшы. Бірақ қолыңа жасайықшы. Қой дедім ғой. Қойсай. Келесі келген кезде андай жеңізін көйлек киіп келу керек та, я? Ана шугаринг жасасаң бар ғой, Есеттің басына жаса. Мұраттың таппайтыны жоқ, бұның шығайды. Ана папаның басына жаса. Папаның басына қалса да. Базар жоқ жігер. Мінеке. Бача сізге тойды қою керек қой. Айттым ғой мен сіздерге. Қандай аспазшы дайындаған деп таң қалатын боласың. Жоға жүге, бұл сізге тойды реально қойсын деп жатыр. Қойшай, тек ана газ плитаның қалай қосылатынын көрсетіп еді, мен үйреттім деп қояды ғой тамақты. Жоқ, менің қатысым бар ғой, енді сүрінген айтып отырмын ба. Шайыңнан, қызым. Негізі мана мен артық кеткен сияқтымын. Ренжімеңдер маған енді. Қойыңыз жеше, нормально бәрі. Икетші ба, сенен кім сұрап жатыр? Мұрат, шай іш. Мына әкелеріңнің басын қатырып істеген тамағын не істеп отырсыңдар? Жеңдер. Тамақ жеңдер. Қанеке. Болды, айтсаңыз болды, жеше, сіздің айтқаныңыз біз үшін заң. Қанеке, Майра. Мына мансап жұмыс дегеннің барлығы отбасының қасында түкке де тұрмайды. Шіркін, мына бала-шағаға жететін дүниеде ештеңе де жоқ шығар. Құдайым, мына видеозвонокта осылай отырсақ та болады екен ғой. Ай, Фарида, қалың қалай? Иә, аманбыз. Көрсетем. Мынау менің Жомарт деген күйеуім, бывший бизнесмен. Мыналар менің балаларым, күйеу балам мен қызым. Олардың да 2 сағат бұрын турфирмасы бар еді ғой. Енді келіп атсаң Алматыға, Фарида, үйге келесің ғой, жүген қойын сояды, сыбағаң жеп кетесің. Мен таныстырмадыңыз ба? Айтпақшы, мынау Мура деген менің тұңғыш балам. Мама, ақша бересіз бе, мен балдармен шығып кетейін де көшеге? Жақсы онда, амандықпен, иә, жақсы. Ұшырдым ұясынан бана паңғазай. Ей, ақау